Сәлем достар, сіздермен бірге Нұреке Кинаман және бұл әуесқой фильмі. IQ-і 200 хакер жалғыз өзі жүйеге қарсы шығып кек алады. Қысқаша мазмұндама басталды, кеттік. Чарли ұшаққа әртүрлі бөлшектер жинап жүреді, бірақ оны әйелі Сара алаңдатады. Ол жақында жұмыс бабымен Лондонға ұшпақшы. Әрі Чарлиге бірге баруды ұсынады, бірақ Чарлидің қолы тимей бас тартады. Кейін ол ЦРУ-ға барады. Мұнда оның компьютер арқылы Инквилиннан хабарламалар келе бастайды. Чарли біраздан бері онымен сөйлесіп, құпия ақпараттар алып жүрген. Бірақ бұл жолғы файл Чарлидің өмірін түбегейлі өзгертуі мүмкін еді. Чарли Инквилин кім екенін білгісі келеді, бірақ ол жауап бермей файлға абай болуын ескертеді. Не деген ғажап. Мұндай данышпан Чарлидің өзі файлды шеше алмай қалады. Осы сәтте Сара Лондонға жеткенін хабарлап қоңырау шалады, бірақ Чарли оны онсыз да біледі. Қазір оған мүлде басқа нәрсе маңызды. Чарли қайтадан файлға кіріседі, мықтырақ базаға барып шифрды бұзады. Ішінде биліктің өзін дрондарды ұшырғаны, ал халыққа бомба туралы ертегі ойлап тапқаны жазылыпты. Ал жаңалықтарда элиталық әскер бөлімшелерін жойды деген хабар. Барлығының артында Чарлидің бастығы Мур тұр. Ұйықтар алдында ол Сараға қоңырау шалуға тырысады, бірақ ол алмайды. Сондықтан хабарлама жібереді. Ал жұмысқа қайта келгенде Мур оны күтіп тұрады. Брайан Лондонда теракт болғанын жеткізеді. Өкінішке қарай Сара қаза тапты. Чарли болған сенгісі келмейді, бірақ Мур жаңалықтарды қосып видеода Сараны көрсетеді. Чарли үйіне асығады, бірақ үйдің маңында ондаған репортер басып алған. Оларға сөйлеуге ниеті жоқ. Келесі күні файлды қайта қарап, Чарли террористер қалайша жүздеген камера тұрған қонақ үйге кіріп кеткенін түсіне алмайды. Мур уәде береді, бәрін анықтаймыз деп. Сол күні Сараның табыты келеді. Оның заттарының арасынан Чарлиге арналған сыйлығы табылады. Бұл Чарлидің жүрегін одан сайын жаралайды. Үйде отыра алмай жұмысқа барып, барлық камераларды талдап, террористердің қимылын зерттей бастайды. Олар көлікті ұрлап, қызметтік есікпен кірген, ДНК іздерін жойған. Бәлкім Индонезия корпорациясымен кездесу жоспарланған, бірақ бірдеңе болып атыс басталған. Полициядан қорғану үшін олар кепілге адамдарды алған. Дауыстарын зерттей келе, Чарли олардың кім екенін анықтайды. Орыс Қонжық, спецназ Лоуренс, жалдамалы Хорс және офицер Гретхен. Бірақ басшылық бұған мүлде мән бермейді. Демек олар бәрін біледі деген сөз. Чарли оларға деректерді көрсетіп, егер көмектеспесе 5 сағат ішінде бұл ақпарат директорға жетерін айтады. Ал егер көмектессе, оны агент қылып үйретуін сұрайды. Құжат, қару, мәлімет бәрін берулері қажет. Мур Чарли біле жасады деп ойлайды, бірақ Калибр тәуекелге барғысы келмейді. Олар Чарлидің деректерді қайда сақтағанын табу керек. Содан соң жаттығу кезінде жояды деген жоспар құрады. Агенттер Чарлидің бәрін бардағы музыкалық автомат арқылы жасырып жүргенін түсінеді. Осы кезде Чарли жаттығу орталығына барады. Оған Хендерсон көмектеседі. Атуда Чарли мүлде әлсіз, бірақ бомба жасауда шебер. Бұл Хендерсонды таңғалдырады. Түнде Хендерсон Чарлиге қару ұстатып, өзін ат деп бұйырады. Чарли қорқып бас тартады. Агенттер дискті зерттеп, Чарлиді блеф деп ойлағанымен, Чарли олардың әңгімесін тыңдап отырған еді. Мур Хендерсонға Чарлиді ұстауды бұйырады, бірақ ол қашып кетеді. Чарли Лондонға жеткенде ЦРУ оны ұстауға Хендерсонды жібереді. Чарли Гретхеннің пәтерін тауып, оның қаруын иемденеді, бірақ қолы дірілдеп атпай кетеді. Кейін оны ауруханада тұзаққа түсіріп сөйлетуге тырысады, бірақ айқас кезінде Гретхен көлік астында түсіп қаза болады. Марсельде Чарлиді Хендерсон қуып, ол жарылыс жасап қашып кетеді. Көмекке Инквилинді шақырады. Бұл жолы оған әйел келеді, марқұм агенттің әйелі. Екеуі Қонжық пен Лоуренске жақындайды. Чарли Қонжықты бассейнде қорқытып жауап ала алмаған соң бәрін жарып жібереді. Хендерсонмен қақтығыстар жалғасады. ЦРУ Чарлидің жалғыз емес екенін түсініп, Инквилинді шығады, бірақ ол қыз қарулы шабуылда қаза табады. Чарли Лоуренстен Хорстың қайда екенін біледі. Ол Ресей аймағында Балтық портында, бірақ соңғы сәтте Чарлиді қолға түсіреді. Хорст оған қару беріп, ат деп мәжбүрлейді. Чарли атпайды, бірақ ол яхтаның жүйесін алдын ала бұзып қойған еді. Финляндия спецназы келіп, бәрін қолға алады. Ақыр соңында О'Брайен ЦРУда тазарту болғанын хабарлайды. Чарли болса ұшағын құрап, бақытын іздеуге кетіп қалады. Егер мазмұндама ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаймыз достар. Сәттілік!